Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Башыңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнама жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер міндетті түрде. Бүгінгі видео осы адлер тауықтарымыз жөнінде болмақ. Мінекей адлер тауықтарымыз мына бір жұмыртқа тұр екен, адамер негізі туып жатыр, алып тастап жатыр. Енді алла амандығын берсе, бұл тауықтардың жұмыртқасын 40-қа жеткізу үшін бір 10 шақты ма, 15 шақты ма жұмыртқа қалды. Соны жинасақ, ала берсе бұлардікінде салып жібереміз. Ендігі мәселе, мыналардың да жұмыртқалар толды, 30 жұмыртқа жинады. Бұдан 30 жұмыртқа жинап қойдым. Енді бұларды ала берсе, мыналардікі 40-қа жеткеннен бірге салатын болам. Енді мыналардікін өзіме жинап жатым, қазір австралог жиналып аттым өзіме, сосын мынаныкінде жинайым. Кеше инкубатор келді, ала берсе, сол инкубаторға берсе өзіме салатын боламыз. Еші мына адлерге балапандарына заказ түсіп жатыр, екеуіне де білмей тұрмын. Екеуінен қайсысы көп жиналады. Бір партия өзіме шығарып алам ғой бір. Мынадан адлерден 15, австралоктан 15 өзіме лишний өзіме шығарып алам. Содан кейін олар өсіп жұмыртқа туғаннан кейін барып мыналарды сатып жіберем. Содан кейін енді қалып атқандарын қалған партияларды мана сатуға заказ берген кісілер бар, алам балапан алам дейтін, соларға жинап, соларға беретін боламын. Так, сосын кеше инкубатор келді, көрдіңіздер, видеоны салдым. Енді бізде мынандай кеше Еркебұлан ағамыз мынандай салып жүрді. Ана несушка дейтін, тауықтың жұмыртқа тууына жақсы көмектеседі дейді. Енді ала берсе осыны беріп көреміз. Нәтижесін сосын сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Так, содан кейін мынандай. Так, осындай салып жіберіпті. Йоднедол дейма, йоднол ма, бірдеме дейтін. Короче, енді мынаны суға есіп бересін дейді. Бұны да қазір суға есіп береміз. Аптасына 1 рет дейді. Так, мынаны ауырып тұрған тауықтарға бересін дейді. Так, күніне 1 мл-ден таңертең или кешке, или күніне 1 рет солай беруге болады дейді. Енді менде мынау сүмірейіп тұр, что-то ұнамай тұр осы. Осыған беріп көрем. Осы мұнда бір атеш бар ғой кешегі, жүкірт бір деген. Соған беріп көрем, тоже ауыздарына тамызып қазір шприцпен. Мынандай укол бар. Короче, осыларды берсе қазір береміз. Сосын мынаныка суға езейін деп жатырмын, ала қосса. Мен қазір тірі бидей беріп жатырмын, бұларға шүкір, Аллаға шүкір туып жатыр. Бірақ енді мынаны беріп көрем, қосып жемге. Мүмкін нәтижесін, бұлардың нәтижесі 2-3 күн деп белгілі болады ғой. Осыны беріп көрем, мүмкін күнде алып жүрген 5 жұмыртқам, 6 жұмыртқа оқ болар. Кейде алып жүрген 4 жұмыртқам, 5-6 жұмыртқа оқ болар деген сияқты ғой. Нәтижеде тауықтар күндегісін күнде туған өзімізге де керемет қой. Сол себепті осындайлар келіп жатыр инкубатормен бірге. Алла амандығын берсе. Солай достар, бұйыртса арнаға жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер міндетті түрде.